Сәлем достар, мен сіздерге CapCut'тан фото, видео монтаждауды үйрететін боламын. CapCut'қа кіргеннен кейін осылай видео, фото деп шығып тұрады. Өзіңіз видеоны таңдасаңыз болады, фотоны таңдасаңыз да болады. Енді мына соңғы жағын концовканы удалить етіп тастаймыз. Енді біз осы видеоны басып тұрып, керегімешін қысқартып алып тастаймыз. Қай жерден қысқартатынын өзіміз белгілеп аламыз нақтылап. Талдың үлкейіп түскен жерден бастап, міне осы жерден бастап қиюым керек. Осы жерден басамын. Разделить деп тұр ғой астында. Видеоның үстін басып тұрған кезде разделитті басамыз, міне. Бұл жерден удалить етілді. Енді біз мына екінші өшіру көрсетейін. Мына ақтың үстін басып, былай жылжытсаңыз, өшіріліп, қайттан артқа тартсаңыз, жаңа видео басынан бастап қойылатын болады. Біз соңғы жағын қиып алып тастау үшін мына жерге міне тоқтатамын. Үстін басып тұрып, видеоның қайттан разделить етемін. Осылай өшіріп алдық, міне. Енді видеомызды арман қарай жұмыс жасаймыз. Енді осы жерден біз эффект, қазір трендте болып жатқан, TikTokта болып жатқан, көрсетіп жатқан неше түрлі эффекттерін осы жерден аламыз. Осы жерден қоюымызға болады, өзімізге ұнағанын таңдап. Міне осылай. Кәдімгі өзіңіз камераға түсіргендей сияқты көрсетеді. Енді бұны соңына дейін жылжытамыз. Типі камера түсіп тұрған сияқты болып көрінеді. Осылай. Енді біз бұл жерден эффектіні ауыстырсақ болатын. Заменить эффект деп тұр. Соны басып, басқасын қоюымызға да болады. Енді біз қазір көбінесе қолданып жүрген эффекті TikTok'тағы эффект осындай. Осылай басқаннан кейін соңына дейін қойдық осылай. Енді біз осы эффектіні қысқартсақ болады. Мынау соңына дейін жаңа жылтырап тұр ғой. Енді бас жағына ақтың үстін басамыз. Олай ала жылжытамыз. Үстін басып тұрып. Уже қысқарады. Қысқа видео салған кезде өйстіп қысқартсаңыз болады. Осылай. Енді екінші эффектіні қоюы да болады бір видеоға. Енді келесі эффектіні қараймыз тағы да. Мен әдейі көрсетіп жатырмын, қайсысын қою керектен өздеріңіз таңдайсыз. Мен қалай шығады, әдемі болып жатса, мен қоя салам. Ұнамай жатса, басқасын көріп, сөйтіп жасап көріп жатырмын. Енді мен жаңа қойған эффект бар ғой, алдыңғы камера деген, соны қайттан қойғым келіп тұр. Ұнап қалды осы енді. Енді осыны бүйтіп жылжытамыз соңына дейін. Енді басынан бастап көреміз қайттан. Ана екеуінің ортасын қосу үшін үстін басып осылай жылжытамыз. Екі арасына.
Енді біз мына жерден фильтрге кіріп түсін өзгертсек те болады, немесе өзгертпесек те болады. Мен сіздерге көрсетіп жатырмын, мен бірақ өзгерткен жоқпын, сіздерге түсінікті болу үшін. Мына цветке қойып көрдім. Фильтр керек болмаса, үстін басып тұрып, удалить ете саламыз. Мына жерде, міне. Удалить еттік. Енді біз мына жерде формат, мысалға мен ютубқа салу үшін, мен мына жерде 16:9 деп салам. Инстаграмға, фейсбукқа салатын болсаңыздар, осы жерден размерлерін келтіріп алсаңыздар болады. Енді холстқа кіріп, мына екі жағында қап-қара болып тұрған жер бар емес па? Сол жердің фонға қойып қойсақ болады, мынандай алып. Немесе мына жерде қайтадан шығып, фон деген бар, соған кіріп, неше түрлі фондарын қойсақ та болады. Міне. Осы фонды былай жылытсаңыз, мына жағында неше түрлі фондар бар, соны қойсақ та болады. Немесе мына разметтің ішінен кіріп, осылай біреуін таңдап қойсаңыз болады. Міне, өзіңізге ұнағанын қоя бересіздер. Енді біз текстке кіріп, жаңа айтқанымдай, әдемі шрифт, тексттің цветтерін, фотоларын үйлесімді сондай жасау үшін, мен жерге бірінші алғашқы қарт деп жай әшейін көрсетіп жатырмын, мысал ретінде сіздерге. Осылай жазып аламыз. Енді мына жерде эффекттің ішінде неше түрлі түстер бар. Мысалы, дайын осыны қойсақ болады, жаңа қарап. Осыны былай жылжытсаңыз, неше түрлі түстер шығады. Қызыл, сары дегендей. Енді шрифтке кіріп, әдемі шрифттерді, мысалға бір фотоға, видеоға өзінің шрифттер кейде сәйкес келетін шрифттер болады, осылай қойып көресіздер әрқайсысын. Қайсы келеді, әдемі көрінеді. Кез келген шрифтті қоя салсаңыз, ол үйлеспей қалады негізінде. Осылай қойып көреміз. Қайсы әдемі ұқсады соған. Енді стильге кіріп, осы жерден қайтадан эффектке кірдім, міне эффектін көріп жатырмын енді. Түсі келе ма, келмей ма. Болмаса мен өзімнің ойымдағы жазу цветке, фонға үйлестіріп жазу үшін стильге кіріп қазір көрсетем. Қайтадан шрифтке кіріп, жаңа жазуым онша болмай қалды. Енді шрифтке кіріп, міне таңдадым. Енді мына жазудың жаңа эффекттің несі формасы қалып қойды. Қайтадан эффектке кіріп, мына домалақ тұр, міне үстін бассақ, мына жазуымыз кәдімгі қарапайым жазу болады. Эффект алып тастаймыз. Мына жерде міне. Енді біз қайтадан стильге кіреміз. Стильге кіргеннен кейін осы жерден бәрін жазатын боламыз, өзіміздің ойымызша. Фотоға сәйкестіріп. Мына жерде мына үйлестіру үшін, міне текстке кіріп, мына ручка сияқты тұр ғой, үстін бассаңыз, осындай домалақ шығады. Сол домалақты мына фотолардың үстіне апарып, бүйтіп жылытсаңыз, жазудың цветі жаңа фотодағы түстер бар емес пе, осыған сәйкес болып шығады міне. Қызылға қойсаңыз қызыл түс береді, сары түске, осының ішінде қандай түс бар, соның үстін жағалатып, жаймен қойсаңыз түсін өзгертеді. Осылай өзгертіп аламыз өзімізге ұнаған цветін. Енді мына жерден не ручка сияқты тұр ғой, жазудың үстіне, соның үстін бассақ, қайтадан жаңа текстке кіреміз, мына жерге, стильге. Енді осы жерден холстқа кіреміз, холстқа кіргесін, оның да астындағы цветтерін өзгертуге болады, міне. Осылай ручканың үстін басамыз, міне жанында тұрған. Осылай жылжытамыз. Жанында қандай фото тұр, соның үстіне апарып былай. Соның цветтерін береді.
керек болмаса мына домалақтың үстін бассаңыз, мына үтішкінің жанында домалақты бассаңыз алып тастаймыз қайттан, керек болмай жатқан жағдайда. Енді ободок дейді. Мынаған кірсек, ол жазудың жан-жағына цветін өзгерту үшін. Міне оған да мына ручканың үстін басып тұрып, кез келген фотоның үстіне апарып қоя береміз. Өз автоматически өзгертіп тұрады. Мына жерінің размерінде бүйтіп үлкейтіп алсақ, кішірейтіп алсақ, қай жерге ыңғайлы сол жерге қоюыңызға болады. Түстерді қарап осылай. Мен әдейі осылай сіздерге қайта көрсетіп жатырмын, түсінікті болсын деп. Мына жер шрифтінде өзгертіп фонға қойған кезінде осылай түстерін шрифтке де байланысты. Шрифтіңіз әдемі болса, өзі фоныңыз әдемі көрсетеді. Егер фоныңызбен шрифтіңіз сәйкес келмей жатса, өзі жазудың шрифт әдемі ашпайды да, көрсетпейді. Сондықтан шрифтке де қараймыз. Мына жер стильге кіргеннен кейін мына жерде астында ширина дейтін ұзындығы кішірейтіп, үлкейтіп дегендей, осының бәрін басып шығамыз. Енді отступ деген бұл масштабын үлкейту. Екінші символ деген бұлай жазудың ара қашықтығы былай. Енді үшінші строка деп тұрған екі қатар, мысалы қазір көрсем, міне осылай екі қатар жазудың ара қашықтығын жақындатады, алшақтатады. Осылай әдейі көрсетіп жатырмын жазуды. Енді мұны қайттан өз орнына әкеп қояйын. Алғашқы қар деп. Мына жерде символға кіріп, қайттан осылай дұрыстап орнына әкеп қойдым. Сіздер енді өздеріңіздің идеяларыңызға, негізге фантазияларыңызға байланысты жасайсыздар енді. Мен не барынша түсінікті болсын деп қайта кіріп шығып сіздерге көрсетіп жатырмын. Әйтпесе бір-ақ рет көрсетсем, сіздер түсінбей қаласыздар. Енді мына жерде фраза деген бар. Фраза ол дайын фон. Осыны қойсаңыз, міне өздері осылай дайын түрінде береді. Тек жазуыңыз үстіне қоя саласыз. Бұған да салып көресіз, әрқайсысына қайсы келеді, қайсы әдемі. Кез келген жерін қоя салмайсыздар. Осыны қарап отырып, күшті фондарын қарап тауып қоюға болады. Келесі енді анимация. Анимацияны да өзіңізге ұнағанын қоюыңызға болады. Мен мына жерден біреуін қоя салам. Бір-екеуін таңдап. Мына көктің үстін бассақ, былай жылдам, жай қозғалатын анимациялар. Енді өздеріңіздің скоростарына қарай қоясыздар. Жай қойыңыз келсе, жай қоюға, немесе жылдам, орташа дегендей. Өздеріңіз ыңғайлап қоясыздар. Галочканы басып сақтадық. Келесі біз скоросты былай жылжытсақ, бұл кезде жылдам ойнайды видеомыз. Нетесіз? Енді төменге қойсақ, жай видео ойнайды. Енді бұның скоростын реттеп алғаннан кейін
мына галочкасын басамыз. Енді біз мына видеоға мысалы анимация қойсақ та болады, қоймасақ та болады. Мен сіздерге былайынша көрсетіп жатырмын. Қалай қою керектігін. Осылай кіреміз. Өзімізге ұнағанын қойсақ та болады. Осы жерден біреуін, мысал ретінде біреуін көрсетейін. Болмаса ана жерін жаңа домалақты бассақ қоймамызға да болады. Енді мен сіздерге плюсті басып, келесі фотоны жүктейміз. Мына жерде бірден фотоларды көп алсақ та болады, немесе біртіндеп апарсақ та болады. Мен бірден үшеуін алдым өсіп. Мына кішкене 4-3-те тұр ғой, соның үстін бассаңыз неше түрлі анимациялар шығады өзінің ішіндегі. Осының ішін біреуін өзіңізге ұнағанын қоясыздар. Осылай әрқайсының 4-3-тің үстін басып тұрып өсіп қоясың. Енді мына жерге біз анимация қоюымызға болады фотоға да. Мысалы мына жерден біреуін көрсетейін. Немесе қоймай-ақ бағанағы стилдің ішіндегі видеоны да қоя салсақ та болады. Фотоға да анимацияның осы жерден алып қойсақ та болады, өзімізге ұнаған. Осы жерден осыны біреуін көрсетейін, мысал ретінде. Осыны ала салайын. Енді көреміз. Осылай. Мына жерде стильге кіріп, осы жерден қарап, ішіне қазір трендте болып жатыр ғой, тиктоктағы, содағы осы жерден алып бір видеоны қойсақ та болады. Міне. Өзіңізге ұнағанын қоясыз, кез келген. Неше түрлісі бар бұның ішінде. Енді келесі звукке кіріп музыка қоямыз, Звукке кіріп, осы жерден мен бір музыканы алып қоя салайын. Міне. Плюсикті басамыз. Осы жерден осы музыка ойнайды. Мен звугын басып қойдым. Осы музыканың соңына дейін артық жер бар ғой, соны мына музыканың үстін басып тұрып қиып алып тастайсыздар мына жерден. Ұнап жатса, керек болып жатса. Егер ұнамай жатса, удалить етіп алып тастауыңызға болады мына жерден. Удалить етіп үстін басып тұрып міне. Енді мына жерде извлечение кіріп, өзіңіздің бұрынғы видеоларыңыздағы өлеңдер болады, әдемі, күшті. Соны қойсаңыз болады. Мен әште өлең жоқ. Негізінде жақында видео түсірдім. Өйткені барлығы өшіріліп қалған ішіндегі. Сосын мен бір видеоның өлеңін қоя салдым. Бірақ звугын басып қойдым. Бұл сәйкес келмейді да музыкасының дауысы. Өсіп қоясыздар. Енді музыка дайын болды деп есептейік енді. Мен мына жерге мысал ретінде көрсеттім. Болды, осылай дайындаймыз. Мен мына жерден настройкасын келтіріп алып сақтаймыз. Егер видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар.